Қарапайым күзетші бастығының қызын бұзақылардан құтқарып қалды. Ертеңіне бастық оған алғыс айтудың орнына оны жұмыстан шығарып жіберді. Бірақ себебін естігенде айнадай жарқыраған еден, жаңа ғана тазартылған ауа тазартқыштың хош иісі мұрын жарады. Айналамдағының бәрі қымбат, бәрі сәнді. Мен үшін бұл күнделікті көрініс. Аты Дардай. Орда Тауэр бизнес орталығы. Таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін осы жерде. Кіреберістегі турникеттің қасында қаздиып тұру менің жұмысым. Аты қауіпсіздік қызметкері, заты қарапайым күзетші. Арман дейді мені. Мұндағы өмір параллель әлем сияқты. Қымбат костюм киген еркектер, иіссуының иісі артында шлейф болып қалатын әйелдер, миллиондаған теңгенің келісім шарттары, үлкен амбициялар. Олар менің қасымнан өтіп бара жатып байқамайды да. Мен олар үшін жиһаз секілдімін. Осы ғимараттың бір бөлшегімін. Мен оларға сәл басымды иіп сәлемдесемін, олар болса телефондарына үңіліп, ойлармен мүлде басқа жақта жүріп өте шығады. Ренжімеймін, үйреніп кеткем. Әркімнің өз өмірі, өз мәселесі бар. Менің де ең үлкен мәселем қарындасым Айжан. Ол қазір ауруханада. Дәрігерлер жүрегіне шұғыл ота жасау керек деді. Отаның құны 12 миллион теңге. Мен үшін бұл астрономиялық сома. Айлығым 180 мың теңге. Оның жартысы пәтерақымен тамаққа кетеді. Қалғанын тиын тебеніне дейін жинап, Айжанға арналған шотқа салып келемін. Бірақ ол жинаған ақшам теңізге тамған тамшыдай ғана. Әр күн сайын, әр сағат сайын ақша табудың жолын ойлаймын. Кейде осы жердегі адамдардың бір кешкі асқа жұмсайтын ақшасы менің қарындасымның өміріне араша бола алатынын ойласам, ішім удай ашыды. Бірақ амал нешік, тағдырға не шара? Бастысы үмітті үзбеу. Күндегідей өз ауысымымды қабылдап алып бекетте тұрмын. Ішімнен Айжан, шыдашы жаным, мен бәрін жасаймын, естимісің, бәрін, деп қайталаймын. Бұл сөздер маған күш беретін сияқты. 12 сағаттық жұмыста тік тұрып өткізу оңай емес. Бірақ Айжанның ауруханадағы бейнесі көз алдыма келгенде барлық шаршағаным ұмыт болады. Шамамен түскі сағат 1-лерде ғимарат ішіне бастығымыз Болатбек Серікұлы кіріп келді. Ол осы бизнес орталықтың қожайыны, қаладағы беделді кәсіпкерлердің бірі. Болатбек Серікұлы бойы биік, денелі, бет әлпетінен қаталдық лебі есіп тұратын адам. Оның жүрісінен ақ билік пен сенімділік байқалады. Қасынан өткенде ауа салқындап кеткендей болады. Мен әдеттегідей басымды иіп, сәлеметсіз бе Болатбек Серікұлы, дедім. Ол маған көзінің қиығында салмай, тіке өте шықты. Лифтінің батырмасын басып тұрып, біреуге телефонмен зекіп сөйлеп жатты. Мен үшін бұл да үйреншікті жағдай. Ол ешқашан күзетшілермен немесе тазалықшылармен амандаспайды. Бізді адам деп санамайтын болар бәлкім. Көп ұзамай, артынан 20-лар шамасындағы бір қыз кіріп келді. Үстінде қымбат киім, қолында соңғы үлгідегі iPhone. Бұл Болатбек Серікұлының жалғыз қызы Әлия екенін бірден таныдым. Студент, әкесінің кеңсесіне жиі келіп тұрады. Ол да мені байқамастан турникеттен өтіп, әкесінің артынан лифтке қарай жүгірді. Мен өз орнымда тұрмын, бірақ үлкен холдың акустикасы жақсы болғандықтан, лифтінің жанындағы дауыстар анық естіліп тұрды. «Папа», деді Әлия ентігіп, «тоқтай тұршы». Болатбек Серікұлы оған жалт бұрылды. Қабағы түксиіп кеткен. «Саған мұнда не бар? Сабағың жоқ па?» «Бар, бірақ маған ақша керек болып тұр. Шұғыл». Кәсіпкердің жүзі одан сайын суық тарта түсті. «Тағы да ма? Жақында ғана бермедім бе? Сен ол ақшаны қайда құртып жүрсің, а? Оқуымды оқымай, желөкпе достарыңмен қыдырғаннан басқаны білмейсің». «Папа, қой сенді. Бостарымның не қатысы бар? Маған керек болып тұр, болды. Бересің бе жоқ па?» деді Әлия да дауыс көтеріп. «Ақшаны оңды-солды шашатын жеңілтек мінезіңді қашан қоясың? Мен бұл ақшаны сен осылай желге ұшырсын деп тапқан жоқпын. Ақша жоқ. Бар, сабағыңды оқы». Осыны айтты да, Болатбек Серікұлы келген лифтіге кіріп кетті. Есік жабылып қалды. Әлия орнында тапжылмай, ашудан ернін тістелеп тұрып қалды. Көздерінен от шашып тұр. Бір сәт маған көзі түсіп кетті.
Мен ыңғайсызданып, көзімді тайдырып әкеттім. Ол аяғын жерге бір теуіп алып, сыртқа қарай ашумен беттеді. Менің қасымнан өтіп бара жатып, астыртын жексұрын деген сөзді айтып қалғандай болды. Бұл сөз маған ба, әлде әкесіне ме, түсінбедім. Бірақ жүрегіме шаншудай қадалды. Олар үшін 1-200 мың теңге түк емес. Ал мен сол ақша үшін тәуліктеп ұйқы көрмей, қарындасымның өмірі үшін күресіп жүрмін. Кеш те батты. Жұмыс уақыты аяқталып, бизнес орталықтың дәліздері қаңырап бос қалды. Қызметкерлер үйді үйіне тарап, ғимарат ішінде тыныштық орнады. Менің ауысымымның бітуіне әлі 1 сағаттай уақыт бар. Нұсқаулық бойынша мен ғимараттың ішін және сыртқы аумағын, әсіресе автотұрақты соңғы рет тексеріп шығуым керек. Сыртқа шықтым. Қара суық түн. Желтоқсанның ызғары бет қариды. Қою қараңғылықты тек шамшырақтардың сарғыш сәулесі ғана жарып тұр. Жерасты автотұрағына түсетін пандусқа қарай беттедім. Әдетте бұл уақытта мұнда тірі жан болмайтын. Тым-тырыс, тек менің аяғымның дыбысы ғана жаңғырып естіледі. Кенет алыстан әлсіз бір дыбыс құлағыма келді. Әйел адамның тұншыққан дауысы сияқты. Мен бірден тоқтай қалып, құлағымды түрдім. Жоқ, маған естілген шығар. Желдім гуілі болар. Ары қарай жүре бергенімде, енді жібер деген айқай анық естілді. Жүрегім су ете қалды. Дауыс автотұрақтың түкпірінен, ең қараңғы бұрышынан шығып жатқан сияқты. Мен еш ойланбастан сол жаққа қарай жүгірдім. Жүгіріп бара жатып, рациямды қолыма алдым. Не болса да дайын болуым керек. Бұрылыстан өте бергенімде, көзіме түскен көріністен қазыным басыма тепті. Қымбат Lexus көлігінің жанында беттеріне қара бетперде киген 2 жігіт бір қызды қабырғаға қысып сүйрелеп жатыр екен. Жақындап қарасам, Әлия, Болатбек Серікұлының қызы. Бір бұзақы оның аузын басып тұр, екіншісі сөмкесін жұлқылап жатыр. Қыз байғұс қорқып, жанталасып қарсыласуда. «Тоқтатыңдар!» деп айқай салдым бар даусыммен. Екеуі де маған жалт қарады. Менің мұнда пайда болатынымды күтпегені анық. Бір сәт абдырап қалды. Осы сәтті пайдаланып, мен оларға қарай ұмтылдым. Ең жақыны маған қарай жұдырық ала жүгірді. Күзет мектебінде үйреткен 1-2 әдісті еске түсіріп, оның соққысынан жалтара беріп, қолын бұрап, иығынан асыра лақтырып жібердім. Ол гүрс етіп жерге құлады. Екіншісі Әлияны икеріп жіберіп, маған тап берді. Ол ана ғұрлым ірлеу екен. Бір соққысы иегімнен тиіп, басым айналып, көзім қарауытып кетті. Бірақ менің ойымда тек бір нәрсе, қалайда қызды құтқару. Қарындасым Айжанның бейнесі көз алдымда тұрды. Егер бұл оның орнында болса ше, бұл ой маған қайдан күш бергенін білмеймін. Орнымнан атып тұрып, әлгі бұзақының аяғынан шалып, жерге құлаттым. Жерде жатқан біріншісі тұра сала, серігіне «Кеттік, тез!» деп айқайлады да, екеуі қараңғылыққа сіңіп, зыта жөнелді. Мен артынан қуамын деп ұмтылғанда, Әлияның жыламсыраған дауысын естідім. Ол жерде отырып қалыпты. Үсті басы шаң, қорқыныштан дірілдеп отыр. Сіз амансыз ба? Дедім мен оған жақындап. Ол басын изеді, бірақ үн қаталмады. Көздерінен ірі-ірі тамшы жас ағып жатты. Мен қалтамнан телефонымды алып, дереу Болатбек Серікұлының нөмірін тердім. Болатбек Серікұлы, сәлеметсіз бе? Бұл күзетші Арман, уайымдамаңыз, бірақ сіздің қызыңызға автотұрақта шабуыл жасалды. Телефонның ар жағында бір сәттік үнсіздіктен кейін үрейге толы дауыс естілді. Не дейді? Әлия? Ол қайда? Аман ба? Аман, мен оның қасындамын. Қатты қорыққан, бірақ жарақаты жоқ сияқты. Бұзақылар қашып кетті. Ешқайда кетпеңдер, мен қазір жетемін, деді де тұтқаны тастай салды. Мен Әлияның қасына отырып, оны сабырға шақыруға тырыстым. Ол әлі дірілдеп отыр. Бірақ сол сәтте бір оғаш нәрсені байқадым.
Оның көздерінде таза қорқыныштан көрі бір түрлі ашу, реніш аралас сезім бар сияқты көрінді. Мүмкін маған солай көрінген шығар. Адреналиннен кейін адам не ойламайды дейсін. Ең бастысы ол аман. Мен өз міндетімді орындадым. Қарапайым күзетші болсам да, адам өмірін сақтап қалдым. Ертең Болатбек Серікұлы менің бұл ерлігімді бағалайтын шығар. Бәлкім сыйақы берер. Ал сыйақы берсе, мен оны бірден Айжанның шотына аударамын. Бұл ойдан көңілім сәл көтеріліп, шаршағанымды да ұмытып кеттім. Менің басымдан сипайтын сәтте келетін шығар, сірә. Ертесіне жұмысқа құс болып ұшып жеттім десем, өтірік айтқаным емес. Түні бойы дұрыс ұйықтай алмадым. Бір жағынан денемнің ауырмаған жері жоқ. Кешегі төбелестен қалған көгерген жерлер мен сыздаған буындар маза бермеді. Екінші жағынан, көңілімде бір үлкен үміт оты жанып тұрды. Қарапайым күзетшімін ғой, бастықтың қызын құтқарыппын. Енді Болатбек Серікұлының өзі шақырып, қолымды қысып, рахметін айтатын шығар. Тіпті сыйақы беретін де болар. Сыйақы, осы сөзді ойлағанда, көз алдыма бірден Айжанның жүзі келеді. Қарындасым, оның ауруханадағы төсегі, ақ дәкемен таңылған денесі, мұңға толы көздері. Дәрігерлер отаның құны кем дегенде бірнеше миллион теңге болатынын айтқан. Менің айлығым ол соманың жанында түйенің құлағындай ғана. Ал егер бастық қомақты сыйақы берсеше, бәлкім отаға қалқым, отаға қажетті ақшаның тым болмаса бір бөлігі жиналып қалар. Осы оймен бизнес орталықтың есігінен кіргенде кеудемді бір мақтаныш сезімі кернеді. Алайда менің күткенімдей болмады. Айналамдағылар маған кешегі оқиғаны білмейтіндей, күнделікті тірлігімен әбігер. Аусым бастығы да жарайсын кеудің орнында жай ғана басын изеп, өз орныма тұруымды нұсқады. Біраз уақыт өткен соң ішкі телефон шылдыр етті. Хатшы қыз сыздауықтай сызылған даусымен: «Арман, сізді Болатбек Серікұлы шақырып жатыр, 15-ші қабат», деді. Міне, басталды. Жүрегім аттай тулап, лифтке қарай беттедім. Бойымды тіктеп, киімімді реттеп, миымда түрлі сценарийді пысықтап үлгердім. Мүмкін марапат қағазын берер, мүмкін қызметімді өсірер. Кабинеттің есігін қаққанымда іштен кір деген зілді дауыс естілді. Болатбек Серікұлы үлкен, жалтыраған үстелінің артында кері креслоға жастанбай тіп-тік отыр екен. Оның жүзінде кешегідей үрейдің ізі де жоқ. Керісінше, мұздай салқындық, тіпті бір жиіркеніш сезімі байқалатын сияқты. Ол маған отыр демеді. Мен есік аузында қаққан қазықтай қатып тұрдым. «Арман», деді ол, есімімді бірінші рет естіп тұрғандай созып. «Білесің бе, біздің компанияда қазір қиын кезең. Оңтайландыру жүріп жатыр. Штатты қысқартуға тура келіп тұр». Миыма қандайда бір ой кіріп шыққан жоқ. Құлағым шынылдап, кабинеттің іші айналып кеткендей болды. Не? Штатты қысқарту? Менде? Кеше ғана оның қызын құтқарып қалған мен бе? Түсінбедім, Болатбек Серікұлы, деп міңгірледім. Ол маған көзінің қиығында салмай, үстелдің тартпасынан ақ конверт алып шықты да, алдыма қарай сырғытты. Мұнда сенің соңғы жалақың мен аздаған өтемақы бар. Еңбек кітапшаңды кадрлар бөлімінен аласын. Ал енді ең бастысы. Ол енді басын көтеріп, маған тіке қарады. Оның көздерінен ызғар есіп тұрды. Кешегі оқиға болмаған деп есепте. Оны ұмыт. Ешкімге, ешқашан, еш жерде айтпайсың. Түсінікті ме? Аузыма сөз түспей қалды. Менің жақсылығым осы болғаны ма? Қызым бұзақылардан арашалап қалғаным үшін жұмыстан қуып жатыр ма? Не үшін деген сұрақ тілімнің ұшында тұрды. Бірақ оның тас қамал жүзіне қарап, бұл сұрақтың жауапсыз қалатынын ішім сезді. Мен үнсіз конвертті алдым. Ішіндегі ақшаның қанша екенінде білгім келмеді. Бұл менің адалдығымның, батырлығымның бағасы емес, үнсіз қалуымның құны сияқты көрінді. Ешкіммен қоштаспай, ешкімге қарайламай, ғимараттан қалай шығып кеткенімді білмеймін. Көшеге шыққанда Алматының шулы тірлігі маған мүлдем бөтен әлемдей көрінді. Адамдар асығып барады, көліктер зулап жатыр,
Ал мен болсам, уақыттан тыс қалғандай орнымда сілейіп тұрмын. Миымда тек бірнеше сұрақ айналшақтап тұр. Неге? Не үшін? Қарындасымның отасы енді не болады? Үйге қалай жеткенімді білмеймін. Шағын жалдамалы пәтерімнің тәуелдігі бұрынғыдан да тар көрініп, қабырғалары қысып бара жатқандай сезілді. Диванға сол кетіп отыра кеттім. Конвертті ашып қарадым. Ішіндегі ақша тіпті 2 айлық жалақыма да жетпейді екен. Күлкім келді. Жоқ, жылағым келді. Менің қаһармандығымның құны осы ма? Менің үндемеуімнің бағасы осы ма? Болған жайтты қайта-қайта ой елегінен өткізе бастадым. Бірдеңенің дұрыс еместігін, бұл жерде мен түсінбейтін бір шикілік барын бүкіл болмысыммен сезіп отырдым. Болатбек Серікұлының әрекеті ешқандай қисынға келмейді. Егер ол қызының амандығын ойласа, маған алғыс айтуы керек еді. Егер ол компанияның абыройын ойласа, бұл оқиғаны жасырғысы келсе, неге мені жұмыстан шығарады? Керісінше, мені жанында ұстап, аузыма қақпақ қою оңай емес пе? Кенет есіме кешегі төбелелестің бір сәті түсті. Мен бұзақылардың бірімен арпалысып жатқанда, екіншісі Әлияның қолынан ұстап, бірдеңе дегендей болған. Сол кезде адреналинмен байқамаппын. Бірақ қазір оның дауысы құлағымда анық жаңғырғандай болды. Ол қорықпа, бәрі тез бітеді деп сыбырлаған сияқты еді. Неге? Ұрлап әкеткелі жатқан адам жәбірленушіге бұлай дей ме? Бұл сөздер жұбату емес. Керісінше, алдын ала келісілген істің серіктесіне айтылған мұсқау сияқты естілмей ме? Осы ой басыма сарт ете қалғанда, денемді суық тер басып кетті. Енді Әлияның өзін көз алдыма елестеттім. Ол айқайлады, жылаған болды, бірақ оның көзінде шынайы үрей болды ма? Әлде бұл жай ғана қойылым ба еді? Есіме түсті. Мен жүгіріп келгенде, ол мені көргенде қуанғаннан гөрі таңғалғандай болды. Тіпті бәрі ойдағыдай болмай қалғанына ашуланғандай бір сезім болды ма оның жүзінде? Менің кенеттен пайда болуым олардың жоспарын бұзып жібергендей ме? Күдік деген олы жылан жүрегімді орай бастады. Егер бұл рас болса ше? Егер бұл шабуыл кездейсоқ емес, әдейі ұйымдастырылған спектакль болса ше? Онда Болатбек Серікұлының мені жұмыстан неге қуғаны түсінікті бола бастайды. Мен қажетсіз куәгермін. Мен олардың бұлығын біліп қойған адаммын. Мені дереу жою керек болды. Бірақ ақшамен емес, жұмыстан шығару арқылы, аузымды жабу арқылы. Орнымнан атып тұрдым. Жоқ, мен бұлай Харрингтон қала алмаймын. Мені ақымақ қылып, тағдырыммен ойнап, сосын керексіз заттай лақтырып тастағанына көне алмаймын. Қарындасымның өмірі картаға тігіліп тұрғанда, мен әділетсіздікке бас ие алмаймын. Өз бетімше тергеу бастауға бел будым. Алғашқы ісім кешегі оқиға орнына бизнес орталықтың автотұрағына қайта бару болды. Кешкі қараңғылық так түскен шақ еді. Сол жерге келіп, айналаға үміле қарадым. Ештеңе жоқ. Полиция бәрін чоқтан тексеріп кеткен, бірақ мен заттай дәлел іздеп келген жоқпын. Мен кешегі сәтті қайтадан басымнан өткізгім келді. Көзімді жұмып, сол сәтті еске түсіруге тырыстым. Бұзақылардың қимылы, Әлияның даусы. Күдігім растала түскендей. Олардың әрекеті кәсіби тонаушыларға құсмамады. Әлияның қарсылығы да тым әлсіз еді. Үйге қайтып келіп ноутбугымды аштым. Әлеуметтік желі. Қазіргі заманда адам туралы барлық ақпаратты сол жерден табуға болады. Іздеу жолағына Әлия Болатбек қызы деп жаздым. Оның парақшасы ашық екен. Күткенімдей сәнді өмір, қымбат киімдер, шетелдегі саяхаттар, түнгі клубтардағы кештер. Суреттерді бірінен соң бірін ақтарып отырып, оның достарының, таныстарының жүздеріне үміле бастадым. Жүздеген, мыңдаған сурет. Бір кезде жүрегім тоқтап қажала жаздады. Бір топ жастардың суреті. Әлия ортада күліп тұр, ал оның жанында сәл шеткерірек тұрған жігіттің көздері. Мен оны бірден таныдым. Бетперденің арғы жағынан маған қараған сол суық мен көздер. Дене бітімі, бойы, шаш үлгісі бәрі сәйкес келеді. Суретті үлкейтіп қарадым. Сол жігіт, кемпітіксіз. Менің күдігім енді Әлияның өзіне толықтай ауды.
Бұл кездейсоқ шабуыл емес еді. Бұл әкесінен ақша өндіру үшін жасалған, өз достарымен бірге ұйымдастырылған арам ойын. Ал мен аңқау арман, сол ойынның ортасына түсіп, бүтін жоспарда быт-шыт қылғанмын. Міне сондықтан да мен жақсылық үшін жазаландым. Мен тек куәгер емеспін, мен олардың масқарасын шығара алатын тірі дәлелмін. Енді не істеймін? Осы шындықты біле тұра үнсіз қала беремін бе? 2 күн бойы ұйқым бұзылды. Жұмыстан шығарылғаным жаныма батқанымен, одан да қатты қинайтыны белгісіздік еді. Неге? Не үшін? Қызын құтқарғаным үшін алғыстың орнына есікті көрсеткені қай сасқаны? Ойлай-ойлай басым қатып бітті. Қарындасым Айжанның ауруханадағы бейнесі көз алдымнан кетпейді. Оның әр күні, әр минуты мен үшін маңызды. Ал мен болсам, сол үміттің жалғыз арқауы болған жұмысымнан айырылып отырмын. Бұл әділетсіздікке көнуге болмайды. Ішімде бір түйін жатты. Сол түйінді шешпейінше, тыным таппайтынымды білдім. Күдігім Әлияның өзіне ауа бастады. Автотұрақтағы оқиғадағы ұсақ түйектер есіме қайта-қайта орала берді. Әлгі 2 бетперделінің бірінің Әлияға «Қорқпа, бәрі тез бітеді» деп сыбырлағаны. Сол кезде мұны қызды жұбату үшін айтылған сөз деп қабылдаппын. Ал қазір ойласам, бұл алдымала келісілген сценарийдің бір бөлігі сияқты. Әлияның өзі де қатты қорыққан адамға ұқсамады. Иә, айқайлады. Бірақ оның айқайынан гөрі менің кенеттен пайда болып, жоспарларым бұзғаныма деген ашу көбірек сезілгендей еді. Сол сәтте оның көзінен көрдім деген үрей, шындық па, әлде шебер ойналған рөл ме? Әлеуметтік желідегі парақшасын ақтарғанымда, көрген жігіттің суреті миымнан шықпай қойды. Бет әлпеті таныс. Сол төбелес кезінде бетпердесі сыпырылып қалған жігітке қатты ұқсайды. Мүмкін бе? Әкесінен ақша алу үшін осындай қадамға баруы мүмкін бе? Байдың ерке қыздарынан не күтуге болады? Бірақ бұл ойдың өзі тым жабайы естілді. Жоқ Арман, бұлай отыра беруге болмайды, дедім іштей. Шындықтың көзін ашуым керек. Менің бұдан бұлай жоғалтатын ештеңем жоқ еді. Жұмысымнан айырылдым. Қолымдағы азғантай өтемақы Айжанның дәрі-дәрмегіне әрең жетеді. Ендеше менде қорқатын не қалды? Ең болмағанда не үшін жазаланғанымды білуім керек. Шешім қабылданды. Мен Болатбек Серікұлымен бет-бе-бет сөйлесуге бел будым. Ол мені тыңдамауы мүмкін, күзеттен кіргізбей қоюы мүмкін. Тіпті полиция шақырып басымды бәлеге қалдыруда ғажап емес. Бірақ мен тәуекел еттім. Ертесіне, кешкісін, жұмыс уақыты аяқталуға жақын бизнес орталықтың алдына келдім. Бұрын өзім күзетіп тұрған ғимаратқа енді жат адамдай сығалаймын. Әрбір таныс бет, әрбір күзетші маған күдікпен қарайтындай сезілді. Суық жел бетімді қарып өтті. Мен ғимараттың негізгі кіреберісінен сәл алыс, көлеңкелі жерге барып, Болатбек Серікұлының шығуын күттім. 1 сағаттай уақыт өткенде оның таныс тұлғасы көрінді. Қасында ешкім жоқ. Қолында былғары портфелі ойни шомып келеді. Жүрегім аузыма тығылды. Терең дем алып, мен көлеңкеден шығып, оның жолын кесіп өттім. Болатбек Серікұлы. Ол тоқтай қалып маған таңырқай қарады. Бірден танымаған сияқты. Сосын барып қабағы түксие түсті. Сен бе? Саған мұнда не жоқ? Мен саған бәрін түсіндірдім ғой деймін, деді ол салқынын мен айналасына жалтақтай қарап. Сіз маған ештеңе түсіндірген жоқсыз, Болатбек Серікұлы. Сіз мені себепсіз жұмыстан шығардыңыз, дедім мен де даусымның дірілдегенін білдірмеуге тырысып. Мен сіздің қызыңызды бұзақылардан құтқардым. Ал сіз маған алғыс айтудың орнына тоқтат, деді ол сөзімді бөліп. Бұл әңгімені қозғама дедім ғой. Ақшаңды алдың, енді не керек саған? Басыңа бәле тілеп жүрмісің? Оның осы сөзі жаныма от салды. Менде енді қорқыныштан гөрі ашу басым еді. Маған ақша емес, шындық керек, дедім, даусымды сәл көтеріп. Мен бұл оқиғаның артында бір шікілік барын сеземін, Болатбек Серікұлы. Сіздің қызыңыз, Әлия, ол шабуыл кезінде өзін бір түрлі ұстады. Ал оған тиіскен жігіттердің бірі оның әлеуметтік желідегі достарының арасында жүр. Бұл жай ғана сәйкестік деп ойлайсыз ба?
Менің соңғы сөзім оған оқтай қадалды. Оның жүзінен сабырлылық пердесі сыпырылып түсіп, орнына абыржу мен үрейдің белгілері пайда болды. Ол бір сәт үнсіз қалды. Көздерімен айналаны тағы бір шолып өтіп, қолымнан серт тартып, бізді ғимараттың бұрышындағы адам көзінен тасалау жерге қарарай сүйреледі. «Ақырын, сен не деп тұрсың?» деді ол сыбырлап, бірақ даусынан ашудың лебі есіп тұрды. «Мен көргенімді, сезгенімді айтып тұрмын. Бұл шабуыл жай ғана тонау емес еді. Бұл қолдан ұйымдастырылған қойылым сияқты. Ал мен сол қойылымның күтпеген куәгері болып, бүкіл жоспарды бұзып жіберген сияқтымын. Солай ма?» Болатбек Серікұлы маған ұзақ қарап тұрды. Оның көзінен енді қаһар емес, жеңіліс пен шарасыздықты көрдім. Ол керең күрсініп, басын шайқады. Қарсы алдымда енді қатал бастық емес, тағдырдың тәлкегіне ұшыраған әлсіз әке тұр еді. Сен ойлағаннан да ақылды жігіт екенсің, деді ол әлсіз дауыспен. «Иә, сенікі дұрыс. Бәрі сен айтқандай болды». Мен естерімді білмей қатып қалдым. Демек, менің ең жаман күдігім расталғаны ма? «Әлия», деп бастады ол сөзін, даусы қиналып шықты. Ол өзінің жігіт сымағымен бірге осының бәрін ойлап тапқан. Әлгі екіншісі сол жігіттің досы. Олардың жоспары бойынша жігіттер Әлияға шабуыл жасап, сосын оның жігіті батыр болып шыға келіп, менің қызымды құтқарып алуы керек еді. Ол сәл үнсіз қалды да сөзін жалғады. Содан кейін мен оған, яғни қызымның құтқарушысына ризашылығымды білдіріп, қомақты көлемде сыйақы беруім керек болған. Олар сол ақшаға бірдеңе бастамақ болған ғой, сорлылар. Ол сорлылар деген сөзді сондай бір жиіркенішпен айтты. Мен оның өз қызына деген өкінішін де, ашуын да сездім. Бірақ кенеттен сен пайда болдың. Сен бүкіл ойынды бұздың. Жоспарлары іске аспай қалды. Қатты қорыққан Әлия сол түні үйге келіп, жылап отырып бәрін мойындады. Егер сен болмасаң, мен әлі күнге дейін ештеңе білмей, сол алаяқтың қалтасын ақшаға толтырып жүре беретін едім. Мен тыңдап тұрмын, бірақ естігендеріме сене алар емеспін. Сонда менің жақсылығым, менің ерлігім бәрі бекер болғаныма, тіпті кедергі болғаным ба? Ендеше неге мені жұмыстан шығардыңыз? Деп сұрадым түсінбей. Керісінше, сіз маған рахмет айтуымыз керек емес пе еді? Болатбек Серікұлы маған ауыр күрсініп қарады. Рахмет? Қалай рахмет айтамын? Сен менің отбасымның масқарасын көрдің, Арман. Сен менің жалғыз қызымның өз әкесін алдап соқпақ болғанын, ақша үшін қандай пасық іске барғанын білесің. Мен саған рахмет айтсам, бұл сол шындықты мойындағаным болар еді. Сені жұмыста қалдырсам, сені көрген сайын, осы ұятты оқиға есіме түсіп, өз-өзімнен жиіркенетін едім. Сені жұмыстан шығару, осы оқиғаны жабудың, оны тез арада ұмытудың, қызымды полициядан, ал өзімді елдің сөзінен ұяттан қорғаудың жалғыз жолы болды. Ол сөзін аяқтағанда айнала жым-жырт бола қалды. Қаланың гүрілі, машиналардың сигналы бәрі алыстап кеткендей. Мен оның бетіне қарап тұрдым. Ол менен көзін пайдырды. Иә, мен енді бәрін түсіндім. Оның әрекетінің астарым, оның қорқынышым. Ол мені жаман адам болғандықтан емес, керісінше, оның әлеміндегі ең лас құпияның куәгері болғаным үшін қуған екен. Ол мен емес, менің көзімдегі өзінің бейнесін көргісі келмеген екен. Жаныма батқан әділетсіздік сезімі сәл басылғандай болды. Бірақ оның орнын одан да ауыр, бос қуыс сезімі басты. Мен енді не істеймін? Осы шындықты білгеннен не өзгерді? Мен әлі де жұмыссызбын. Айжан әлі де ауруханада. Ал менің алдымда өз абыройы үшін кез келген адамды құрбан ете салатын бай, бірақ бақытсыз бір адам тұр. Болатбек Серікұлының аузынан шыққан әрбір сөз менің миыма сынақ аққандай қадалып жатты. Естіген құлағыма сене алар емеспін. Демек бәрі бекер болған ғой.
Менің батырлығым да, төбелесім де, тіпті әлия үшін төгілген қаным да, бәрі жай ғана ақымақ қыздың ойынының бір бөлігі ме? Жоқ, олай емес. Мен ол ойынның бір бөлшегі емеспін. Мен сол ойынды бұзыр жіберген кездейсоқ кедергімін. Сол үшін жазамды алып отырмын. Мен оның бетіне қадала қарадым. Енді оның жүзінде кешегі менмендік пен тәкаппарлықтың ізі де жоқ еді. Орнында тек шаршау, ұят және әкелік махаббаттан туған бір шарасыздық қана қалыпты. Ол енді маған бастық ретінде емес, сырын шағып, мұңын айтқан қарапайым бір пендедей көрінді. Оның иығына қаншама жүк түскенін енді ғана сезінгендей болдым. Бір жағынан жалғыз қызының болашағы, екінші жағынан жылдар бойы жинаған абыройы, бизнесінің тағдыры. Ал мен болсам, осы екі оттың ортасында қалған жай ғана бір күзетшімін. Мені жұмыстан шығару ол үшін ең оңай, ең ауыртпалықсыз шешім болған. Осылайша, ол менің көзімді құртып, өзінің отбасылық құпиясын да бірге көміп тастағысы келген. Ішімде бір ит өліп жатты. Бір жағынан ашу болса, екінші жағынан сол байғыз әкені аяп кеттім. Қаншама байлығы мен билігі бола тұра, өз қызының алдында дәрменсіз болып қалғаны ма? Қызының бақыты үшін, оны полициядан, елдің сөзінен қорғау үшін өз ар-ұжданына қарсы шығып, маған осындай қиянат жасап отыр. Мен сізді түсінемін, Болатбек Серікұлы, дедім әрең дегенде. Даусым өзіме де таныс емес, қарлығып шықты. Бірақ менің жағдайымды да түсініңіз. Менің қарындасым, сөзімді аяқтай алмадым, тамағыма бірдеңе кептеліп қалды. Айжанның ауруханадағы бейнесі көз алдыма келіп, жүрегім сыздап қоя берді. Енді не істеймін? Бұл азғантай өтемақы дәрмегіне әрең жетер. Ал оташе, ол арман енді мүлдем қол жетпестей көрінді. Ол маған ұзақ қарап тұрды да терең күрсінді. Оның көздерінен нағыз бір өкінішті көргендей болдым. Бұл енді жасандылық емес еді. Ол менің адалдығымды, сөзімнің шынайылығын сезгендей болды. Ол енді мені жай ғана бір жұмысшы емес, өзінің ұятын көрген куәгер, бірақ сол құпияны сақтай алатын парасатты адам ретінде көріп тұрған сияқты. Арман, деді ол кенеттен жібіген дауыспен. Мен қателестім. Сенің алдыңда қатты кінәлімін. Сенің адалдығың мен ерлігің үшін алғыс айтудың орнына сені қорладым. Кешір мені. Ол сәл кідіріп, қалтасынан телефонын алып, бірдеңелерді теріп жатты да, қайтадан маған бұрылды. Сен қарындасым ауырып жатыр дедім ғой. Қандай ота жасау керек? Қанша ақша қажет? Мен абдырап қалдым. Мынау несі? Кенеттен мұншама мейірімділік қайдан пайда болды? Иә, омыртқасына шығыны өте көп, шамамен бірнеше миллион теңге, дедім үміт пен күдік араласқан сезіммен. Болатбек Серікұлы басын изеді. Оның жүзінде бір шешімге келген адамның нық сенімділігі пайда болды. Тыңда Арман, бұл менің саған айтар алғысым емес. Бұл менің өз қатемді түзетуім. Мен сенің қарындасын Айжанның отасының барлық шығынын толықтай өз мойныма аламын. Қанша керек болса да төлеймін. Ертеңнен бастап Алматыдағы ең мықты деген клиникаға ауыстырамыз. Ең білікті дәрігерлер қарайтын болады. Бұл мәселені уайымдама. Мен тұрған жерімде қатып қалдым. Бірнеше миллион теңге. Ең мықты клиника, ең білікті дәрігерлер. Бұл сөздер менің санама жетпей, ауада қалықтап тұрғандай болды. Осы сәтте иығымнан ауыр бір жүк сыпырылып түскендей сезіндім. Көзіме ыстық жас үйіріліп, бар әлем жарқырап кеткендей болды. Айжан, қарындасым енді аяққа тұра алады. Менің ең үлкен арманым, тілегім орындалғалы тұр. Рахмет, Болатбек Серікұлы. Мен не айтарымды да білмеймін, деп күбірледім. Ол қолын көтеріп, ештеңе айтудың қажеті жоқ. Бұл менің мойнымдағы парыз, деді де басқа жаққа бұрылды. Ол да мен сияқты толқып тұрғанын сездім. Осы бір сәтте оған деген бар ренішім мен өкпем ұмытылып,
орнына тек түсіністік пен алғыс сезімі пайда болды. Иә, ол қателесті, бірақ сол қателігін мойындап түзетуге тырысып жатыр. Бұл да ерлік. Енді бәрі артта қалды деп, жеңілдеп демімді алған сәт еді. Бәрі жақсы болады. Қарындасым емделеді, мен басқа жұмыс табармын. Өмір жалғаса береді. Біз бір-бірімізге ештеңе демей үнсіз тұрдық. Қаланың кешкі шуылы ғана естіледі. Осы бір тыныштықты кенеттен Болатбек Серікұлының телефонының шыр еткен даусы бұзды. Ол қалтасынан телефонын алып, экранына қарады. Оның қабағы бірден түйіліп кетті. «Бейтаныс нөмір», деп міңгірледі де қоңырауды қабылдады. «Алло, иә, мен Болатбек Серікұлымын. Сіз кімсіз?» деді ол ресми салқын үнмен. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Ол арғы жақтағы адамды тыңдап тұрды. Кенет оның жүзінен қан қашып, түрі бозданып кетті. Көздері шарасынан шығып кетердей үлкейіп, қолындағы телефоны дірілдей бастады. «Не? Қайдан білесіңдер сендер? Сендерге не керек?» деді ол, дауысы қатқылданып. Тағы да үнсіздік. Мен түк түсінбей, оның өзгерген түріне ентаң болып қарап тұрмын. «Нендей жағдай болды соншама?» «Жоқ, мүмкін емес, мен сендерге бір тиында бермеймін», деп айқайлап жіберді ол. Бірақ оның даусынан сенімділіктен гөрі қорқыныш көбірек сезіліп тұрды. Ол бір сәт тілін тістеп, арғы жақты тыңдады да, жүзі одан сайын сұрланып кетті. «Полицияға? Баққа?» деп сыбырлады ол өзіне өзі сөйлегендей. Оның денесі босап, ықтары түсіп кетті. Ол енді миллиондарды басқаратын ірі кәсіпкер емес, бұрышқа тығылған, амалы таусылған бейшара жанға ұқсайтын. Бірнеше минутқа созылған ауыр әңгімеден соң ол тұтқаны қоя салды. Телефоны қолынан сырғып түсіп кете жаздады. Ол маған жанталаса қарады. Көздерінде үрей мен шарасыздық араласып кеткен. «Арман», деді ол әлсіз, үзілген дауыспен. «Хабарласқан. Кешегі бұзақылар». Менің денем мұздап қоя берді. Олар бәрін білет. Шабуылдың қолдан жасалғанын, Әлияның бәрін ұйымдастырғанын. Егер мен олар сұраған ірі көлемдегі ақшаны бермесем, барлық дәлелдерді полиция мен журналистерге таратамыз деп бопсалап жатыр. Болатбек Серікұлының қолындағы қымбат телефон кәдімгі бір ойыншық сияқты қалтырап кетті. Әлгінде ғана маған бүкіл шындықты айтып, жеңілдеп қалғандай болған ірі кәсіптердің жүзінен қайтадан қорқыныш пен үрейдің табы байқалды. Ол телефонның ар жағындағы бейтаныс дауысты үнсіз тыңдап, тастай қатып тұр. Мен оның бозарып кеткен жүзінен ақ, жағдайдың мүлдем оңғарылмай, керісінше, одан сайын шиеленсіп кеткенін түсіндім. Ол тұтқаны қойғанда маған емес, алдындағы бос кеңістікке қарап басын шайғады. «Олар Әлияны жалдаған әлгі екі әумесер», деді ол күбірлеп. «Бәрін білеміз», дейді. «Егер ауыздарын жабу үшін ірі көлемде ақша бермесем, полицияға, журналистерге бәрін жайып саламыз деп қорқытады». Оның даусы әлсіз, жалынышты шықты. Бұл мен бұрын көріп жүрген қатал, өктем Болатбек Серікұлы емес еді. Бұл тығырыққа тірелген, қызы үшін бәріне дайын, бірақ не істерін білмей дал болған әке еді. Ол бір сәтте еңкейіп, қартайып кеткендей көрінді. «Беремін, сұрағанын беремін, тек тыныштық болса болды. Тек осы масқара жария болмаса екен», деп ол қайтадан телефонына жармасты. Бәлкім есеп шотынан ақша аударуға, немесе көмекшісіне хабарласуға оқталған болар. Мен еш ойланбастан оның қолын ұстап тоқтаттым. «Тоқтаңыз, Болатбек Серікұлы, бұл жол тұйық», дедім байсалды, бірақ қатаң үнмен. Ол маған таңғала қарады. Көздерінде «Сен кім едің маған ақыл үйрететін» деген сұрақ тұрды. Бірақ мен оның бұл сұрағына жауап беруге дайын едім. Бүгін берсеңіз, олар ертең тағы сұрайды. Арғы күні тағы да. Бұл ешқашан бітпейтін құдық сияқты. Сізді сора береді. Сіздің қорқынышыңыз олардың ең басты қаруы. Сол қаруды олардың қолынан өзіміз жұлып алуымыз керек.
Ол үнсіз қалды. Менің сөздерімнің жаны бар екенін іші сезіп тұрды. Сонда не істейміз? Полицияға барсақ Әлия не болады? Менің атым, компаниямның беделі, бәрір бір күнде күлге айналады ғой, деді ол үмітсіздене. Полицияның қажеті жоқ, әзірге. Біз олардың өздерін тұзаққа түсіреміз. Әлияның атын атамай, тек бопсалаушылардың өзін ұстаймыз, деп мен өз жоспарымды ұсындым. Бірнеше жыл күзет саласында жұмыс істеген тәжірибем, түрлі оқиғаларды бастан кешіргенім, осындай сәтте кәдеге жарайтынын білген жоқпын. Мен қарапайым күзетші болсам да, адам психологиясын, қылмыскерлердің ойлау жүйесін аз да болса түсінетін едім. Олар кәсіби қылмыскерлер емес. Олар жеңіл ақшаға құныққан, бірақ қорқақ жастар. Дәл осы қорқақтығы мен ашкөздігін өздеріне қарсы пайдалануға болатын еді. Мен Болатбек Серікұлына өз жоспарымды толық түсіндірдім. Ол алғашында сенімсіздік танытқанымен басқа амалы жоқ екенін түсініп, ақыры келісімін берді. Біз бопсалаушыларға хабарласып, олардың талабын орындайтынымызды, бірақ ақшаны қолма-қол беретінімізді айттық. Кездесетін орын ретінде қаланың шетіндегі адам аз жүретін ескі саябақты белгіледік. Ертеңіне кешкісін мен Болатбек Серікұлының сенімді қауіпсіздік қызметінің 2 жігітімен бірге сол саябаққа келдім. Кәсіпкердің өзі көлігінде, бізден сәл алысырақ жерде күтіп отырды. Оның жүйкесі бұл жағдайды көтере алмайтынын білдім. Қолымызда ақша салынған сөмке, ішіндегі ақшаның тек үстіңгі қабаты ғана шынайы, қалғаны жай қағаз қиындылары. Бірақ оны тексеретіндей оларда уақыт та, батылдық та болмайтынына сенімдедім. Біздің жігіттер жан-жаққа, ағаштардың тасасына жасырынды. Мен сөмкені орындықта қойып, сәл шеткерірек барып, темекі тұтатқан адам болып тұрдым. Салқын күзгі жел бетімді өбіп, ойымды жинақтауға көмектесті. Қарындасымның отасы, осы адамның тағдыры, бәрі менің қазіргі әрбір іс-әрекетіме байланысты еді. Көп ұзамай қараңғылық арасынан 2 адамның сұлбасы көрінді. Беттерінде медициналық бетперде, бастарында күртешелерінің капюшоны. Әлгі менің Әлияны құтқарам деп ұрып алған 2 жігіт екені анық. Олар жан-жағына жалтақтап, қорқа-қорқа орындыққа жақындады. Біреуі сөмкені қолына ала бергенде, мен рация арқылы жігіттерге белгі бердім. Алдық! Сол сәтте-ақ 2 жақтан атылып шыққан Болатбектің қауіпсіздік қызметінің жігіттері әлгі екеуін жерге жатқызып, қолдарын қайырып үлгерді. Бәрі көзді ашып жұмғанша болды. Қарсылық көрсетуге де шамалары келмеді. Олардың бозарған жүзінен, қорқыныштан ілкейіп кеткен көздерінен, кек аңғал ақымақтық пен ашкөздіктің соңы неге алып келгенін енді түсінгендей өкініш байқалды. Бопсалаушыларды полицияға тапсырмадық. Болатбек Серікұлы оларға өмірінде ұмытпайтындай сабақ берді. Олардың жазбаша мойындауын алып, егер тағы да бір рет оның отбасының маңында көрінсе, бұл жазбаның бірден тиісті орындарға жететінін ескертті. Құты қашқан екеуі өмір бақи бұл оқиғаны ұмытуға ант беріп, зым-зия жоқ болды. Сол оқиғадан кейін біраз уақыт сырғып өтті. Аурухананың ақ қабырғалы палатасы, терезеден түскен күн сәулесі бөлмені нұрға бөліп тұр. Дәрінің иісі мұрынға келсе де, бұл иіс енді қорқыныш емес, үміт пен жазылудың белгісіндей сезіледі. Мен кереуетте жатқан қарындасым Айжанның қолынан ұстап отырмын. Беті әлі солғын тартқан, бірақ көздерінде өмірге деген құштарлықтың оты бар. Сәтті өткен отадан кейін, ол баяу болса да оңалып келеді. Оның әрбір тыныс алғаны мен үшін үлкен бақыт. Жүрегімдегі таудай ауыр жүк түсіп, орнына шексіз бір жеңілдік орнаған. Есік ақырын ашылып, палатаға Болатбек Серікұлы кіріп келді. Үстінде әдеттегідей қымбат костюм, бірақ жүзінде бұрынғыдай тәкаппарлық жоқ. Қолында үлкен себет толы жеміс жидек. Ол маған жақындап иығымнан қақты. Оның бұл қимылында бастықтың қызметкеріне деген қатынас емес, адамның адамға деген шынайы құрметі бар еді. Айжанның жағдайы қалай? Деп сұрады ол ақырын. Шүкір жақсы, дәрігерлер жақында үйге шығады дейді.
Ол Айжанға бір сәт қарап тұрды да, сосын маған бұрылды. «Арман», деді ол, ерекше бір салмақты үнмен. Мен саған алғыс айтамын деп айта алмаймын. Себебі менің саған деген ризашылығымды жай ғана алғыс сөзі жеткізе алмайды. Сен менің қызымды 2 рет құтқардың. Біріншісі бұзақылардан, екіншісі одан да жаман қателіктен, өмір бойы өкініп өтетін масқарадан. Сен менің көзімді аштың. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Ол сәл кідіріп сөзін жалғады. Мен көп ойландым. Маған ақша да, билік те, таныстар да көмектесе алмаған жерде сенің адалдығың мен парасаттылығың көмектесті. Сондықтан мен саған бір ұсыныс жасамақпын. Мен өзімнің жеке қауіпсіздік қызметімді қайта құрып жатырмын. Оны сенің басқарғаныңды қалаймын. Мен таңғалғанымнан басымды көтеріп оған қарадым. Қарапайым күзетші қайда? Ірі компанияның қауіпсіздік қызметінің бастығы қайда? Маған сен сияқты сенімді адам керек, Арман. Адалдықты бәрінен биік қоятын, қиын сәтте саспайтын, ақылмен іс қылатын адам. Бұл жай ғана жұмыс емес, бұл менің саған деген сенімім, деді ол тура көзіме қарап. Мен бір сәт үнсіз қалдым. Ойым сансаққа жүгірді. Осыдан бірнеше апта бұрын ғана жұмыссыз қалып, қарындасының отасына ақша таба алмай, түнімен ұйықтамай шыққан күндерім есіме түсті. Әділетсіздікке күйінгенім, өмірге деген өкпем бәрі артта қалған сияқты. Мен ақырын ғана қасымда жатқан, менің өмірімнің мәні болған Айжанға қарадым. Ол ұйықтап жатса да жүзінде тыныштық бар еді. Содан кейін қайтадан Болатбек Серікұлына көз салдым. Оның көздерінен шынайы үміт пен сенімді байқадым. Мен ештеңе демедім, тек ризашылықпен басымды изедім. Бұл келісімнің белгісі еді. Мен сол күні бір нәрсені түсіндім. Өмірдегі ең үлкен жеңіс ақша немесе мансап емес. Ең үлкен жеңіс, қандай жағдай болмасын, адалдығыңнан аттамай, адамдығыңды сақтап қалу. Өйткені әділдік кейде кешігіп келуі мүмкін, бірақ ол міндетті түрде келеді. Мен әділдікке жетіп қана қоймай, өз адалдығым арқылы бір кездері мені менсінбеген үлкен бір адамның өмірге деген көзқарасын өзгертіп, лайықты бағамды алған едім.